Көпір үшін бірінші металл құрылма блогы ул курганнан қайтарыла. Юлғағына 2 тәулік уақыт кеткен. 26 тоннылы жойланма бұл. Көпірнің құмы ауырлығы 44,5 тонны болашақ. Масса моста данного это 4,5 Эйфелевой башни. Шоғыштырып қарасақ, көпір 4 Эйфель манарасы ауырлығында. Бүгін біз бірінші балканы монтажладық. Барлығы 800 шундай жойланма қоясыбыз бола. Түзілішті күн сайын меңлеп кіші ішлейшек. Көпірні тұрғызғанда 28 тіреу қойылырға тиеш, 340 жерде қолғаннары барсы да су ішінде. Ең биігі 30 метрға жете. 600 су бай қоғылашақ. Қойбірлері 35 метр тереңлікте орнаштырыла. Шағыштыру үшін бұл яқынша 11 қатлы йұрт бейіклігінде. Монтажа металлоконструкции паралетовых строений. Монтажлау ішлері елғаның 2 орында да бір yolu барашақ. Йорда жиылған құрылмаларына 2 оқтанда тұташтырып келебіз. Мұнды yol білен іш тезірек барашақ. Көпірнің ұзындығы 3363 метр бола. Түзіліш барған уақытта иделде судналар иркін юрияла, алар үшін түп һәм ярдәмші юллар бар. Яңа көпір өзі 25 метр кеңлікте булачак, машиналарға 2 юнәлештә дә 2 полосалы юл ясала. Идел аша көпір М12 трассасының иң күләмле құрылмасы була. Тиз йөрүшле юл Мәскәү, Казан һәм Екатеринбургны тоташтырачак. Ул 2024 елга төзелеп бетәргә тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы.